Сәлем балақай, бүгін біз атамның жайлауына саяхат жасайтын боламыз. Сендерді ол жердегі үй жануарларымен таныстырамын. Менің итім, оны кака деп шақырамын. Ол аф-аф деп үреді. Балалар, ит қалай үреді екен? Аф-аф деп үреді. Жарайсыңдар. Бұл қой, оны пұшай-пұшайт деп шақырамын. Ол мә-мә деп мәңірейді. Балалар, қой қалай мәңірейді екен? Мә-мә деп мәңірейді. Оны құрау-құрау деп шақырамын. Ол игого деп кісінейді. Игого! Балалар, ат қалай кісінейді екен? Игого! Жақсы! Бұл сиыр, оны әукім-әукім деп шақырамын. Ол мө-мө деп мүңірейді. Балалар, сиыр қалай дыбыстайды? Мө-мө деп жарайсыңдар. Бұл түйе, оны көз-көз деп шақырамын. Ол бөбө деп боздайды. Түйе қалай дыбыстайды екен? Бөбө деп жарайсыңдар. Бұл тауық, оны шіп-шіп деп шақырамын. Ол құт-құт деп қоқылдайды. Балалар, тауық қалай дыбыстайды екен? Құт-құт дұрыс. Бұл ешкі, оны шөре-шөре деп шақырамын. Ол бебе деп мәңірейді. Балалар, ешкі қалай дыбыстайды екен бебе? Жақсы. Бұл менің мысығым, оны пыш-пыш деп шақырамын. Ол мяу-мяу деп мяулайды. Балалар, мысық қалай дыбыстайды екен? Мяу-мяу, жарайсың. Ал балалар, біздің жайлауға жасаған саяхатымыз осымен аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.